Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешу. Қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешуде келесі мысалдарды қарастырайық. Берілген теңдеулерді алдыңғы сабақтағы өткен синус х-тен а теңдеуіне келтірейік. Яғни 2 синус 3х қосылған 6-тан пи минус 1 бос мүшесін теңдеудің оң жағына плюс 1 деп көшеміз. Енді теңдеудің екі жағында 2-ге бөлжерейік. Осыдан синус х 3х қосылған 6-дан пи 2-ден 1-ге тең болады екен. Енді қарапайым теңдеуге келгеннен кейін бірден осы жерден аргументті қалдырамыз да 3х қосу 6-дан пи тең формула бойынша минус 1-дің n дәрежесі арг синус 2-ден 1 қосылған пи n кез келген бүтін сан формуласын жазамыз. Келесіде 3х қосылған 6-тан пи минус 1-дің n дәрежесі 6-дан пи қосылған пи n-ді береді екен. n кез келген бүтін сан. Келесіде 6-тан пи бос мүшесін теңдеудің оң жағына шығарайық. 3х-тен минус 1-дің n дәрежесі 6-дан пи плюс 6-тан пи теңдеудің екінші жағына қарама-қарсы таңбамен көшеді. Минус 6-дан пи қосылған пи n. n кез келген бүтін сан. Енді теңдеуді шешу үшін x-ның алдындағы айным коэффициентқа теңдеудің барлығын бөліп жіберейік. Естеріңізде болсын. Егер біз теңдеуді берілген санға бөлсек, берілген сан бөлшектердің әрбір қосылғыштың бөліміне көбейтіледі. Егер біз белгілі бір санға көбейтсек, онда сол сан берілген қосылғыштардың әрқайсының алымына көбейтіледі екен. Осыдан x-тен минус 1-дің n дәрежесі 6-ға, яғни бөліміне, бөлген кезде бөліміне көбейтеміз. 6-ға 3-ті көбейтсек, 18-ден пи азайтылған 18-ден пи плюс 3-тен пи n. n кез келген бүтін санға тең екен. Осымен біздің теңдеуіміздің жауабы осы болып қала береді екен. Келесі мысалға көшейік. 2 синус 4-тен пи азайтылған 2-ден x азайтылған түбір астына 3 тең 0. Берілген жақшанышын байқасаңыздар, аргументпен бос мүшенің орны бізде ауысып кетіп тұр. Ол үшін екеуін бірінші орындарымен ауыстырып аламыз. Орындарын ауыстыру үшін қосылғыштың алдына минус таңбасын шығарайық. Минус 2 синус 2-ден x, яғни минус алдында шыққанда жақшаның ішіндегі қосылғыштардың орны ауысады екен. 4-тен пи азайту түбір астына 3 тең 0. Енді бұл теңдеуді жай қарапайым теңдеу сияқты шешеміз. Айнымалыны теңдеудің сол жағына қалдырамыз. Ал бос мүшені теңдеудің оң жағына қарама-қарсы таңбамен көшіреміз. Теңдеудің екі жағында минус 2-ге бөлжерейік. Осыдан синус 2-ден x азайтылған 4-тен пи тең минус 2-ден түбір астына 3-ге тең екен. Синус x-тің минус адағы теңдігінде синус x минус аға тең болған жағдайда біз білеміз формула бойынша а бізде x минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі арг синус а қосылған пи n-ға тең болады екен. Осы формуланы қолданып 2-ден x азайтылған 4-тен пи
минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі арк синус 2-ден түбір астына 3 қосылған пи n түрінде жазады екенбіз. Сонда мынау 2-ден түбір астына 3 минусы минус 1-дің дәрежесіне плюс 1 түрінде барады екен. Келесіде 2-ден x азайтылған 4-тен пи минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі арк синус 2-ден түбір астына 3 бізде 3-тен пиге тең екен. Қосылған пи n бізде кез келген бүтін санын қабылдайды екен. Келесі айнымалыны теңдеудің сол жағына қалдырып, минус 4-тен пиді теңдеудің екінші жағына плюс таңбасымен көшейік. Келесіде айнымалының бөлімдегі 2-ден құтылушы теңдеуді тұтастай 2-ге көбейтеміз. Жаңа ғана айтқам, егер біз теңдеудің тұтастай бір санға бөлсек, ол сан бөлшек әр қосылғыштың бөліміне көбейтіледі. Егер біз осы теңдікті тұтастай бір санға көбейтсек, онда берілген сан әрбір қосылғыштың алымына көбейтіледі екен. X-тен минус 1-дің n қосылған 1 дәрежесі 3-тен 2 пи қосылған 4-тен 2 пи қосу 2 пи n. Мұндағы n кез келген бүтін сан. 2 мен 4-ті қысқартып жіберсек, x бізде минус 1-дің n қосу 1 дәрежесі 3-тен 2 пи қосылған 2-ден пи плюс 2 пи n-ді береді екен. Осымен берілген теңдеудің шешімі осы өрнек болады екен. Келесі мысалды қарастырайық. 2 синус 5-тен x азайтылған 1,6 тең 0. Берілген теңдеуді қарапайым теңдеу сияқты шешеміз. Айнымалыны теңдеудің сол жағына қалдырамыз. Ал бос мүшені теңдеудің оң жағына қарама-қарсы таңбамен көшеміз. Келесіде теңдеудің екі жағында 2-ге бөлшереміз. Синус 5-тен x тең 0,8. Тригонометриялық теңдеудің қарапайым түріне келген соң, синустың формуласын пайдаланамыз. 5-тен x тең минус 1-дің n дәрежесі арк синус 0,8 қосылған пи n бүтін сандар жиынына тиісті. Келесіде осы теңдеуді тұтастай 5-ге көбейтшерейік. Сонда x-ті 5-ге көбейтсек, 5 пен 5 қысқарады, бізде x қалады. Минус 1-дің n дәрежесі. Келесіде біз айттық, көбейткенде бөлшектің алымын көбейтеміз. Яғни бізде бұл жерде бөлшек жоқ, сондықтан әрбір қосылғышты біз 5-ге көбейтшереміз. 5 арк синус 0,8 қосылған 5 пи n. n кез келген бүтін санды қабылдайды екен. Келесі мысалды қарастырайық. 2 косинус 5x қосылған 3-тен пи азайтылған түбір астына 2 тең 0. Теңдеуді қайттан қарапайым түрге келтірейік. Ол үшін сол жағына айнымалыны қалдырып, түбір астына 2 бос мүшесін теңдеудің оң жағына шығарайық. Теңдеудің екі жағында 2-ге бөлшерейік. Осыдан косинус 5x қосылған 3-тен пи 2-ден түбір астына 2-ге тең болады екен. Тригонометриялық теңдеудің қарапайым түріне келтірген соң, косинустың формуласын пайдалансақ болады. Косинус x-тен а болған жағдайда, x бізде плюс минус арк косинус а қосылған 2 пи n-ға тең. Мұндағы n кез келген бүтін сан. Осымен 5x қосылған 3-тен пи плюс минус арк косинус 2-ден түбір астына 2 қосылған
2 пи-нді береді. Бұндағы n кез келген бүтін сан. 5х қосылған 3-тен пи плюс минус 4-тен пи қосылған 2 пи-нді береді. Алдыңғы сабақта сіздермен айтқанбыз, кері тригонометриялық функция бізде санмен берілген жағдайда біз оны радианға алмастырамыз. Яғни косинус 2-ден түбір астына 2 45 градуста, яғни 4-тен пи мәнінде 2-ден түбір астына 2 мәнін қабылдайды. Келесіде айнымалыны сол жағына қалдырып, 3-тен пи бос мүшесін теңдеудің оң жағына шығарайық. Айнымалы теңдеудің екінші жағына көшкенде таңба ауысады. Қосылған 2 пи-н, n кез келген бүтін сан, теңдеуді тұтастай 5-ке бөліп 5 пен 5 қысқарады, x-тен болады. Теңдеуді санға бөлгенде берілген сан теңдеудің бөліміне көбейтіледі. 20-дан пи азайтылған 15-тен пи плюс 5-тен 2 пи-н мәніне тең екен. Берілген мысалды жазып алсаңыздар, келесі мысалға көшейік. 2 косинус 8-ден пи азайтылған x қосылған түбір астына 3-тен 0. Байқасаңыздар, жақшанышы бізде тағы да орны ауысып кетіп тұр. Бірінші бізде x жазылу керек, одан кейін бос мүшесі жазылу керек. Ол үшін біз минусты алдына шығарамыз. Бірақ бізде косинус жұп функция болғандықтан косинусты, яғни минусты алдына шығарамыз жақшаның. X азайтылған 8-ден пи қосылған түбір астына 3-тен 0. Косинус бізде жұп функция болғандықтан косинус минус альфа бізде косинус альфаға тең, яғни косинус минус таңбаны жұтып қояды екен. Осыдан 2 косинус x азайтылған 8-ден пи тең плюс түбір астына 3 теңдеудің екінші жағына қарама-қарсы таңбамен көшеді. Теңдеудің екі жағында 2-ге бөліп. Осыдан косинус x азайтылған 8-ден пи минус 2-ден түбір астына 3-ге тең. Косинус x минус аға тең болған жағдайда x-тің мәні бізде плюс минус пи азайтылған арк косинус а қосылған 2 пи n-ға тең болады екен. Осыдан x азайтылған 8-ден пи тең болады бізде плюс минус пи азайтылған арк косинус 2-ден түбір астына 3 плюс 2 пи n. n кез келген бүтін сандар жиынына тиісті. X азайтылған 8-ден пи тең болады плюс минус пи азайтылған 6-тан пи қосылған 2 пи n. Пиден 6-тан пиді азайтқан кезде ортақ бөлімге келтірсек, 6-тан береміз бірінші бөлшекке. 6-тан берсек, екінші бөлшекке 1-ден береміз. Осыдан x азайтылған 8-ден пи плюс минус 6-дан 5 пиге тең болады екен. Плюс 2 пи n. n кез келген бүтін санға тең болады екен. Келесі берілген қарапайым теңдеуде айнымалыны сол жағына қалдырып, бос мүшені теңдеудің оң жағына жіберейік. Плюс минус 6-тан 5 пи минус 8-ден пи деген бос мүше теңдеудің екінші жағына қарама-қарсы таңбамен көшеді. Плюс 8-ден пи плюс 2 пи n. n кез келген бүтін сандар жиынының элементі болып табылады. Енді теңдеу осындай, яғни жалпылама түрде қалады. Негізінде бізде бұндағы x1 бізде плюс мәніне тең болса,
x2 бізде минус мәніне тең болады екен. Келесі есепті қарастырайық. 7 синус 6-тан x тең 0. Теңдеудің екі жағында 7-ге бөлшерейік. Осыдан синус 6-тан x тең болады 0-ге. Синус x тең 0-ге болған жағдайда, яғни дербес жағдайда, x-тің мәні бізде пи k-ға тең болады екен. Мұндағы k кез келген бүтін сан. Осыдан 6-тан x тең болады пи k-ға. Теңдеудің екі жағында 6-ға көбейтсек, x бізде 6 пи k-ға тең болады екен. K кез келген бүтін сан. Келесі теңдеуді шешейік. Косинус x азайтылған 6-тан пи тең плюс 1-ді теңдеудің қарама-қарсы жағына минус 1 түрінде көшіреміз. Енді косинус x теңдеуі стандарт түрге келтіргеннен кейін косинус x тең минус 1-ге тең болғанда дербес жағынан x бізде пи плюс 2 пи k мәніне тең болады екен. Орнына қояйық. X азайтылған 6-дан пи тең болады пи қосылған 2 пи k. K кез келген бүтін санға тең. Осыдан айнымалыны сол жағына қалдырып, бос мүшені минус 6-тан пиді теңдеудің екінші жағына қарама-қарсы таңбамен көшірейік. Неге 6-тан пиді қосқанда ортақ бөлімге келтірсек, ортақ бөлімі 6 болады да, бірінші бөлшекке 6-дан, екінші бөлшектің тоқтауыш көбейткіші ретінде 1-ден береміз. 6 пиге 1 пиді қоссақ, 6-дан 7 пи қосылған 2 пи k-ға тең. К кез келген бүтін сан болып табылады. Тангенс 3x азайтылған 3-тен пи тең 1-ге тең болсын. Осыдан 3x азайтылған 3-тен пи тангенс x-тен a-ға тең болғанда x-тің мәні бізде арктангенс a қосылған пи n-ға тең. Осыдан тангенс 3x минус 3-тен пи тең болады арк тангенс 1 қосылған пи n. n кез келген бүтін сан. Енді берілген теңдеуді қарапайым теңдеу сияқты шешейік. Айнымалының теңдеудің сол жағына қалдырайық. Ал арктангенс 1 бізде 4-тен пиге тең болғандықтан минус 3-тен пи теңдеудің екінші жағына плюс 3-тен пи деп көшсін. Қосылған пи n. n кез келген бүтін сан. Келесіде 4-тен пи мен 3-тен пиді ортақ бөлімге келтірейік. 4 пен 3-тің ортақ бөлімі 12, бірінші бөлшекке 3-тен берсек толықтауыш көбейткіш, екінші бөлшекке толықтауыш көбейткіш 4-тен береміз. 3 пиге 4 пиді қоссақ, 7 пи қосылған пи n мәнін береді. Теңдеуді 3-ке бөлжерейік. Естеріңізге түсіріп кетейік. Берілген санға бөлгенде, берілген сан бөлшектің бөліміне көбейтіледі. Яғни 36-тан 7 пи қосылған 3-тен пи n, n кез келген бүтін сан мәніне тең болады екен. Келесіде котангенс 2x қосылған 3-тен пи минус түбір астына 3 тең 0.
Қайттан берілген теңдеуді қарапайым түрге келтірейік. Котангенс 2х қосылған 3-тен пи тең болады түп астына 3. Котангенс x тен a-ға тең болған кезде x бізде арк котангенс a қосылған pn-ді береді екен. n кез келген бүтін сан. Сонымен 2х қосылған 3-тен пи арк котангенс түп астына 3 қосылған pn-ға тең. n кез келген бүтін сан. 2х қосылған 3-тен пи арктангенс түп астына 3 бізде 6-дан пи қосылған pn n кез келген бүтін сан деген өрнекті береді. Келесіде теңдеудің айнымалысын сол жағына қалдырып, 3-тен пи деген бос мүшені теңдеудің екінші жағына қарама-қарсы таңбамен көшірейік. 2х-тен 6 мен 3-тің ортақ бөлімі 6, бірінші бөлшекке 1-ден береміз толықтауыш көбейткіш, екінші бөлшекке 2-ден береді екенбіз. Осыдан 1 пиден 2 пиді азайтсақ, минус пи болады, қосылған pn. Теңдеуді тұтастай 2-ге бөлжерейік. Бөлгенде берілген сан бізде бөлшектің бөліміне көбейтіліп кетеді екен. 12-ден пи плюс 2-ден pn. n кез келген бүтін сан мәніне ие болады екен. Және де соңғы мысал, котангенс минус х азайтылған 6-тан пи азайтылған 3-тен түп астына 3 тең 0 болсын. Котангенстің минусын теңдіктің алдына шығар жерейік. Минус котангенс теңдіктің алдына минус шыққанда жақшаның ішіндегі қосылғыштардың таңбалары бізде қарама-қарсыға өзгереді. Х қосылған 6-тан пи тең болады 3-тен түп астына 3. Теңдеудің екі жағында минус 1-ге бөлжерейік. Котангенс х қосылған 6-тан пи минус 3-тен түп астына 3 мәніне тең. Котангенс х минус а мәніне тең болғанда, х бізде пи азайтылған арк котангенс а плюс pn мәнін береді. Осыдан х қосылған 6-тан пи азайтылған арк котангенс 3-тен түп астына 3 қосылған pn-ді береді екен. Мұндағы n кез келген бүтін сан. Х қосылған 6-тан пи азайтылған 3-тен пиге тең. Қосылған pn. Жақшаның ішін ортақ бөлімге келтірсек, яғни бірінші бөлшекке 3-тен береміз, екінші бөлшекке 1-ден береміз. Х қосылған 6-тан пи тең болады 3-тен 2 пи қосылған pn, n кез келген бүтін санға тең. Енді берілген қарапайым теңдеуді айнымалыны сол жағына қалдырып, бос мүшені оң жағына шығару арқылы шешейік. Х-тен болады, ортақ бөлімге келтірсек, ортақ бөлімі 6-ға тең, бірінші бөлшекке 2-ден береміз толықтауыш көбейткіш, екінші бөлшекке 1-ден береміз. 4 пиден 1 пиді азайтсақ, 3 пи қосылған pn, n кез келген бүтін сан мәніне ие. Осыдан х-тен болады бізде. 6 мен 3-ті қысқартып жіберсек, 2-ден пи қосылған pn, n кез келген бүтін сан деген жауап шығады екен.
Жақсы, оқушылар, келесі сабаққа дейін қош сау болыңыздар. Осымен сабағымыздың соңына келдік. Сабаққа кері байланыс бере кетіңдер оқушылар.